Баршаңызға қайырлы күн. Менің есімім Арайлым, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге қысқа жабатын, қытырлап тұратын қиярдың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, видеомды соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Ең алдымен қиярларымызды жуып аламыз. Дүкеннен сатып алсаңыздар 5-6 сағат суға салып қою қажет. Менікі жаңа ғана жұлынған қиярлар. Хрен жапырақтары қажет, ас көк укроп қажет, малинаның жапырақтарын пайдаланамын. Чеснокты тазалап, бір қабат жуып аламыз. Және де шие ағашының жапырақтарын қосатын боламын. Барлығын дайындап алғаннан кейін банкілерімді ас содасымен жуып, 5 минут қайнатып аламыз. Буға зарарсыздандырып алатын боламыз. Шөптерімді жақсылап жуып аламын дағы, суық суға салып, отқа қойып, бір қайнатып аламын. Өйткені шөптің үстінде шаң тозан, кішкентай шіркей жәндіктер болуы мүмкін. Қайнатылған, зарарсыздандырған банкіме бір қайнаған шөптерімді салып аламын. Рет-ретіменен укробымды, чесногымды, шие ағашының жапырағын, малина ағашының жапырағын, хренімді саламын дағы. Қиярымның екі жақ шетін қиып, кесіп тастап, яғни нығыздап қиярларымды салып алатын боламын. Барлығын салғаннан кезде менің қақпақтарымды да 5 минут қайнатамын. Мінеки бәрін тығыздап алдық. Ең соңынан қара горошек бұрышын салатын боламыз. Көз мөлшермен 5-6 штуктан салсаңыз жеткілікті. Барлығын салып алғаннан кейін қайнап тұрған суды құйып, қақпағын жаймен жауып, толық суығанша бөлме температурасына қойып қоятын боламыз. Видеода көріп отырғандарыңыздай қатты жапқан жоқпын қақпағын. Мінеки барлығына құйып алдық. Енді толық суығанын тосамыз. Шамамен 20-25 минутта біздің суымыз суиды. Мінеки суымыз суыды. Енді осы суды төгіп тастаймыз. Бұл судың бізге ендігі қажеті жоқ. Басқа ыдыста біз тағда су қайнатып аламыз. Енді мына суды төгеміз. Қиярларымыздың үстіне менікі 2 литр банкі болғандықтан 2 аспирин саламын. Бір банкіге 2 ас қасық қант, 2 ас қасық тұздан салатын боламын. Менікі 2 литрлік банкілер. Барлығын салып алғаннан кейін үстіне қайнап тұрған суды құямын. Қайнап тұрған суды құйып алғаннан кейін крышкасын жауып, мықтылап жабатын боламыз. Толық суды құйдым. Крышкасын қаттылап жабамыздағы. Төңкеріп қойсаңыздар да болады. Мен былай жатқызып қоямын. Бөлме температурасында осылайнан ешқай жер ағып жатқан жоқ. Үстінен жауып қоятын боламыз. Жылы жерде, яғни жылы жерде суытамыз. Банкілеріңіз толық суығаннан кейін банкілеріңізді салқын жерге қоюларыңызға болады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Осымен біздің қиярымыз дайын. Ас болсын. Менің арнамда әлі талай дәмді рецепттер болады. Кездескенше сау болыңыздар.